Қантты 30 күн жемесеңіз, ағзаңызда не өзгереді? Егер сіз 30 күн бойы қосылған қанттан бас тартсаңыз, ағзаңызда қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бұл видеода ең жиі байқалатын өзгерістер туралы айтамыз. Қуат деңгейі тұрақтануы мүмкін. Алғашқы күндері тәттіге деген құмарлық болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе энергия деңгейі тұрақтырақ бола бастайды. Екінші, тәттіге деген тәуелділік азаюы мүмкін. Бірнеше аптадан кейін көптеген адамдар тәтті тағамдарға деген құмарлығының азайғанын байқайды. Үшінші, артық салмақ азаюы мүмкін. Егер тәтті сусындар мен десерттердің орнына пайдалы тағамдарды таңдасаңыз, күнделікті калория мөлшері азайып, салмақ төмендеуі мүмкін. Тері жағдайы жақсаруы мүмкін. Кейбір адамдарда безеулер азайып, тері таза көріне бастайды, бірақ бұл барлық адамда бірдей болмайды. Бесінші, қандағы қант деңгейі тұрақтырақ болуы мүмкін. Қосылған қантты азайту қандағы қанттың күрт көтерілуі мен төмендеуін азайтуға көмектеседі. Алтыншы, ұйқы сапасы жақсаруы мүмкін. Теңгерімді тамақтану мен қантты азайту кейбір адамдардың ұйқысын жақсартуға ықпал етеді. Жетінші, жүрек денсаулығына пайдасы болуы мүмкін. Қантты шамадан тыс тұтынуды азайту жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын қолдайтын дұрыс тамақтанудың бір бөлігі болып саналады. Қорытындылай келе, ең бастысы қосылған қанттан бас тарту, ал жеміс-жидектегі табиғи қант көптеген адамдар үшін пайдалы әрі дұрыс тамақтанудың маңызды бөлігі болып табылады. Денсаулық туралы пайдалы ақпарат алу үшін арнамызға жазылыңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.